Польшадан шығып Еуропаның жүрегінде орналасқан бір әсем ел. Өзінің қайталанбас мәдени байлықтарын, табиғи жерлерін және керемет тарихи елді мекендерін менімен аралауға шақырамын. Әсем ортағасырлық қалалардан зәулім сарайларға дейін, ескі ауылдардан Еуропадағы ең әдемі астаналардың бірі Прагаға дейін бірге тамашалайық. Таңғажайып Чехиядағы қызықты саяхатқа қош келдіңіз. Острава қаласы. Шынымды айтайын, қаланы көре салып, мынау қай заманда қалып кеткен қала деген сұрақтар туды басымда. Ескі ғимараттар, ескі үйлер, ескі жол. Екінші дүниежүзілік соғыстан бері жөндеу көрмеген елді мекенге тап болғандай болдым. Жер асты жолына түсіп, қаланың орталығына қарай беттедім. Жер асты жолына адам миына кіріп шықпайтын суреттер салып қойыпты. Мынандай нәрсені салу үшін не жеп? Жарайды, бес саусақ бірдей емес деп қорқынышты суреттерді артта қалдырып кеттім. Айтпақшы, Чехиядағы автобустарда 3-4 төлем түрі бар екен. Картамен төлей берсеңіз де болады екен. Біздікіндей оңай тірлік қайда? Қаланың орталығына кіріп едім, аузым ашылып, тілім байланып қалды. Түрлі түсті үйлер, ежелде тастан төселген біркелкі жолдар, 2015-те Алматыда алынып тасталған трамвайлар, бір түрлі мағынасы басқаша орысша сөздер көзіме түрпідей тиді. Осылай Чехиядағы алғашқы көрген қалам осы Острава қаласы болды. Сонымен қаладан ауылға қарай өзіме қарап, жорытқанда жолым болсын, жолдасым қызыр болсын деп жолға шықтым. Германия, Польша, Чехия мемлекеттерінің тоғысқан жеріндегі ауылға келіп тоқтадым. Ауылдары әрине ескі деп қоям, кейбір елдердің қаласынан әдемі бірақ. Европада тек әдемі үйлер, әдемі бәрі жаңа десеңіздер қателесесіздер. Барлығы бірдей деген кезде бүкіл әлемнен ешқандай артықшылық жоқ. Ескі үйлер де бар, жаңа үйлер де бар. Бұл жерде үш елдің жерлері екі өзен бойына тоғысқан екен. Ешқандай да шекара, паспорт тексеру немесе полиция қызметкерлері жоқ. Мемлекет араларын тек өзен мен көпір бөліп тұр. Бостандықтың бір түрі секілді ойланып қарасам. Кезек Еуропадағы ең әдемі астаналардың біріне келді. Сөзсіз Чехияның ең әдемі, ең көрікті, ең өте дей бергін келетін қаласы бұл. Бұрын көп адамнан еститін едім. Прага дегенді барып көрген кезде бірақ түсіндім. Орталықтағы метродан түсе салысымен мә деген дыбыспен бастадым. Оңға қарасам да, солға қарасам да, алдыма, артыма, төрт құбылама қарап, мә болды шынымен. Бұл шын. Ескі мәдениет, архитектура көзіңнен кіріп бойды алады.
Не дейді айналайын оу. Көлінде алса бір ұқсайды екен. Солай бұл қала мен көрген ең көрікті қалалардың бірі болды. Берлин, Амстердам, Мюнхен, Киев, Базель, Цюрих, Франкфурт, Краков, Варшава және Стамбул сияқты алып әрі әдемі қалаларда болдым. Дегенмен бұл қалалар Праганың жанында салыстыруға келмей қалады. Әзірге Прагадан артық қала көрмедім. Сіздерге де бұл таңғажайып қала ұнады деген ойдамын. Өз көзіңізбен көруіңізге тілектеспін. Чехия туралы бейнем соңына жетті. Көрермендер, сіздерге өтініш, бейнеден не дұрыс емес пікір жаза кетсеңіздер. Келесі бейнем сапалы шығу үшін сіздердің пікірлеріңіз маңызды. Менімен бірге Чехияны аралап көргендеріңізге алғыс білдіремін. Келесі ел Германияда жолыққанша қош сау болыңыз.